Парламент мәжіліс сайлауынан кейін еліміздегі саяси және қоғамдық белсенділерді қамау, айыппұл салу оқиғалары жиілеп кетті. Марат Жыланбаев, Рысбек Сәрсенбайұлы, Мұхтар Тайжан, Лұқпан Ахмедияров, Нұржан Әлтаев, Думан Мұхаммедкәрім секілді азаматтар жазаға ұшырады. Оларға көбіне 488 бап бойынша іс қозғалуда. 28 мамырда журналист Думан Мұхаммедкәрімді 25 тәулікке тағы қамады. Оған 488 баптың 12 бөлігімен, яғни бейбіт жиынның тәртібін бұзу айыбы тағылды. Ол бұл айыппен келіспей 2 маусымда аштық жариялаған болатын. 3 маусымда Думан Мұхаммедкәрімнің әке-шешесі Алмас Тілеп пен Қалимаш Райымбекқызы ұлының босатылуын сұрап, олар да аштық жариялайтынын жеткізді. Ұлым Думанды дереу босатсын, ол террорист емес, заңсыз түрде ұстап әкеткеніне қарсымын, сондықтан бүгінгі күннен бастап аштық жариялаймын. Оны ұстап әкеткен полиция бөлімінің 2 қызметкері көшеге шашын алдыртуға барған жерінен ұстап алып, көлікке күштеп отырғызып, көлігін далаға тастап, өзін алып кеткен. Қайта 25 тәулікке соттап отыр. Босап шыққанына 2-ақ күн болатын. Апелляция сотына беріп едік, олар да заңсыздықты көзін жұмып, өзгеріссіз қалдырды, деді журналистің әкесі Алмас Тілепов. Жиылған жерге келген прокуратура өкілі Сұңғат Сәтбаев наразылық заңсыз екенін айтып тарауға шақырды. Журналистің анасы оның айтқанына келіспей, ұлының шындықты айтқаны үшін ғана жазықты болып отыр деп есептейді. Осымен 4-ші рет қамап отырсыздар. Заң бойынша 30 күн ғана қамауларыңыз керек. Сіздер 60 күн қамадыңыздар. Менің ұлым кісі өлтірді ме, арақ ішіп біреумен төбелесті ме, террорист пе? Менің балам шындықты айтып шырылдады, халықтың жан айқайын айтты, дейді Қалимаш Райымбекқызы. Енді бұл іске қатысты депутат Қазыбек Иса да үн қатты. Ішкі істер министрлігі жұрт талабын ескеріп, істі әділ қарауға шақырды. Журналист Думан Мұхаммедкәрімді бір жерді қиратып, біреуге зақым келтіріпті дегенді естігенім жоқ. Қоғамға одан қандай қауіп бар? Енді қарт әке-шешесін осындай қапырықта аштық жариялайтындай мәжбүрлікке түсіру қиянат емес пе? Думанды бір айдың ішінде 3 рет тұтқындау, қамаудан шыққан күннің ертеңінде оны барып тұрған жерінен ұстап алып, басып алып кету қаншалықты заңды? Бұл шашал десе бас алуға дайын тұратын полицияның басынуы емес пе, деп жазды мәжіліс депутаты. Қазір мәжілісте бір емес, бірнеше журналист депутат бар. Әзірше Қазыбек Исадан басқалары әріптесіне қатысты пікір білдірмеді. Адвокат Ғалым Нұрпейісов Думан Мұхаммедкәрімнің Мұхтар Әулиязовпен сұхбат жасаған үшін жауапқа тартылуы мүмкін екенін айтады. Оқыған Рыскелді Жақман, дайындаған Жасұлан Наурызәлі.